Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік, дәмді, әрі тойымды, витаминге өте бай салат әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай хит рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауықтың төс етін маринаттайтын боламыз. Төс етімізді алып, яғни грудинкамызды алып, тұз, бұрыш, паприкамызды сеуіп, жақсылап араластырып, маринаттап қоямыз 30 минутқа. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста 20-25 минут духовкада пісіріп алатын боламыз. Міне біздің етіміз дайын болды. Дайын болған етімізді толықтай суытамыз. Сосын тауықтың төс етін кубиктеп, жарты бөлігін кубиктеп турап шығатын боламыз. Алдын ала жуып тазаланған бәдіренімізді үлкен кубик етіп тураймыз. Енді кезекте черри помидорын алып, ортасынан бір бөліп турап шығамыз. Егер сізде черри помидор болмаса, жай ғана помидорымызды алып, үлкен етіп кубиктеп турап шығатын боламыз. Болгар бұрышын кубиктеп тураймыз. Піскен жұмыртқамызды үлкен етіп, кубиктеп турап шығамыз. Алдын ала жуып, кептірілген салат жапырағын қолымыздың көмегімен үземіз. Пышақтың көмегімен болмайды. Себебі салат жапырақтарын езіп тастайды, ол формасын жоғалтады. Алдын ала жуып кептірілген кинзамызды тураймыз, ірі етіп. Салатымыздың дәміне, татымына қарай тұз саламыз.
және майонез салып жай ғана араластыратын боламыз. Көп араластыруға болмайды, езіліп кетеді салатымыз. Дайын болған салатымызды тарелкамызға салып, және мына ең соңғы қалған қызылшамызды, о қызылшаны мен алдын ала пісіріп дайындап қойғанмын. Үлкен етіп, көбіктеп турап, салаттың бетіне қойып шығатын боламыз. Менде қызылша кішкентай болғандықтан 2 штук алдым. Егер сіздерде үлкен болса, соның біреуі жетеді. Қызылшаны дәл видеодағыдай қойып шығыңыздар. Тауықтың төсетін жартысын алып, пышақтың көмегімен жалпағынан ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Салаттың ең жоғарысына дәл видеодағыдай қойып шығатын боласыздар. Енді турап қойған етімізді салаттың ең жоғарысына қойып, майонезбен сетка жасаймыз. Менде майонездің бір бетін қайшымен кесіп тастадым. Сонда әдем болып шығады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.